Баршаңызға сәлем, армысыздар. Кеше ұйғырофобия туралы бір бейне салған едім. Сол тақырыпты мен әрі қарай жалғастырғым келеді. Яғни кең таралып жатқан жағдай бұл деген, неге бұлай болып жатыр деген сұрақты біз барлығымыз өзімізге қоюымыз керек. Менің ойымша бұл жерде Қытайдың саясаты жатқан сияқты. Неге Қытай енді жаңағы екі халықтың арасына от салғысы келеді, яғни қазақ пен ұйғырдың. Қырғызстанда да сондай жағдай болып жатыр. Қырғыздар мен ұйғырларды бір-бірлеріне айдап салып жатқан жағдай болып көрінеді. Неге ондай саясат жүріп жатыр? Себебі Қазақстан мен Қырғызстан жаңағы Ұйғырстанмен шекаралас жер болады. Оның үстіне біз түркі халықпыз барлығымыз. Тілдерімізді 100% түсінбегенмен де енді 70-80% бір-бірлерімізді оңай түсінеміз. Бұл жерде Қытайдың үрейі бар сияқты, жаңағы қазақ, қырғыз, өзбек, ұйғырды қолдап қала ма, ұйғырға көмектесіп қала ма деген сондай. Сондықтан біз қазақтар қорықпай ұйғырларды қолдауымыз керек, қырғыз да қолдау керек, өзбек те қолдау керек, не қылмай, жаңағы қорықпай, не қылмай. Сөйтіп не қылған кезде Қытай да тыныш болады, барлығымыз де тыныш боламыз. Ауызбіршілік болса, барлығы жақсы болады. Біз ауызбіршілігімізді өзіміздің көрсетуіміз керек. Ешқандай бауырларымызды біз жаңағы малды өлтіргендей қылып, мауыздағандай қылуға, оған жол беруге болмайды. Енді мына кейбіргі ұйғыр блогерлер енді қазақтар туралы, қырғыздар туралы жағымсыз нәрселерді айту мүмкін. Ондай кездерлерде сұрақ қою керек, мына кісі қай жерде туылды деген. Яғни ол Ұйғырстанда туылған болса, оккупацияда, оның туған туысы ол сол жақта болады. Және ондай адамдар, ондай блогерлер, ұйғыр блогерлер өз еркіндерімен сөйлемейді ешқандай. Что называется под дулом пистолета. Сондай информационный жаңағы соғысты жүргізуге олар мәжбүр болып отыр. Ал енді біздің қазағымызға келген кезде, қытайшыл қазақтарға нелерге, олар Қытайдың политикасын не үшін жүргізіп жатыр деген, если они не под дулом пистолета. Яғни ондай кісілер арларын юань үшін сатып жүрген блогерлер болуы әбден мүмкін. Ондай жағдайларда да қазақтар айту керек, мына жерде Қытайдың саясатын жүргізіп жатыр, осындай блогер деп нақты айтуымыз керек. Ұйғырларда сондай жаңағы блогерлерді көрсе, ұйғыр блогерлерді андай Қытайдың саясатын жүргізіп жатқан, сіздерде оны айтуыңыз керек. Мына жерде бір Қытайдың саясатын жүргізіп жатқан сияқты болып көрінеді деп. Сол кезде барлығымыздың ауызбіршілігіміз болады. Бір-бірлерімізді қолдасақ, Қытай бізден қорқады. Осылай, аман болайық.